Selam dostlar. Bugün ben sizinle birlikte gezip ben bugün Minecraft'ın жаңа шыққан версиясын сіздерге көрсететін болғам. Ол версиясының аты 1.16.0.51. Ол версия өте күшті бета версия. Мен қазір кіріп ішіндегі жаңа шыққан заттарды көрсететін болғам. Сіздер обязательно оны таңғаласыздар. Ол және мод емес ол. Осы бета версиядағы жаңадан шыққан заттар. Достар, мен заттардан бастайын. Бұл ешқандай мод емес. Міне, мынандай Bedrock сияқты бір бәле. Кімнің атын білмеймін мен. Бірақ мынандай нелерде шыққан. Садақ шықпаған, садағынан басқа мыналар шыққан. Қазір мен сізге эксперимент көрсететін боламын. Эксперимент. Лава аламыз, лава. Жерді сындырамыз. Достар, қараңыздар. Қарап тұрыңыздар. Лақтырып жүрін. Көрдіңіздер ме? Мыналарша отқа өртеніп кетпейді. Лавадан қашып кетеді. Қараңыздар, қайттан. Көрдіңіздер ме достар? Лавадан қашып отырып жүрміз. Киімдерді бәрі қашады үсті лавадан. Там урындар да кетпейді. Достар, кайф емес па? Мен қазір екінші затты көрсетемін сіздерге. Достар, жаңадан мынандай көк түсті не шықты. Мынандай көк түсті факел, сосын көк түсті мынандай фонарик. Достар, көрдіңіздер ме? Бұл ешқандай мод емес. Міне, көк түсті барлығы. Бірақ осының бұрынғы сары түсте әлі тұр. Ал мен үшінші неге кетем видеоға. Бай-бай, үшінші затқа. Достар, жаңадан нижні мен сияқты мынандай не шықты. Мынандай блок. Сосын мынандай тағы жап-жасыл бір бөле шықты. Жаңағы көрсеткен оттан қашып кететін блок. Сон блогы. Ал мына изумруд басқаша болып кеткен, қараңыздар. Басқаша. Қараңыздар. Жап-жасыл түссе бар мындай, көрдіңіздер ме? Жап-жасыл. Сіздер кайф емес пе? Мен төртінші затқа кетейін. Достар, қараңыздар. Мындай ағаш шықты. Ағаш сияқты бір бөле. Мына ағаш точно. Мынандай ағаш. Мынау сырты жоқ ағаштар. Қараңыздар, мынау не? Қып-қызыл. Жер бар емес пе? Мынандай жап-жасыл жердің сол қып-қызылы. Мынау сондай. Бірақ қызыл емес. Сосын мынандай жаңада жанатын шықты. Сосын мынандай шықты да. Қазір мен сіздерге тағы да дәл осындай зат көрсететін боламын. Мен бірінші атып тастайын. Атып тастайын. Достар, мынандай зат шықты. Сосын жаңағы не көк мынандай несі ағаштар. Солардың жапырақтары шықты, оны көрсетпей қойын бақ. Достар, сосын жаңадан не шықты. Мынау шықты. Мынау су қойып көзді. Мынандай бар ол. Сосын гүлдің жаңа шықты. Мынандай гүл шықты мынандай. Гүл емес еді. Өздеріңіз көресің сияқты. Сосын мынаны білесіздер ме мынандай? Білесіздер ме? Бұл тек қана андай ағаштарда болады. Қызыл ағаш бет. Сосын мен түсінбедім бе, болмай жатыр. Болмайтын сияқты. Сосын мынандай гүл шықты әдемі. Мынандай гүл шықты сосын. Роза иссучителя. Иссучителя андай үш басты қара скелет түсіргенмін ғой мен. Соның видеосын қалай жасау керектігін. Соның гүлі мына. Соны өлтірсең ішінен шығады. Төртіншісіне кеттім. Бәрін істеп тастайын. Тағы да қандай зат бар. Көп сияқтайды. Достар, айтпақшымын. Мен көрсеткен жоқпын мына затты. Мен достар, мынау гүлдің пайдасы тиеді. Гүлше мына жаңа көріністер ғой, гүлдің үстіне қомып қалады. Жаны кетіп бір бәле болып кетіп түсінбедім мен. Достар,
Андай жаңадан андай не шықты, топырақ шықты. Мен сіздерге қазір эксперимент жасап көрдім. Ол топырақты не істейсіздер? Жандырып қойсаңыздар, өзіңіз жанып тұра беретін. Қараңыздар, көк түсті от. Достар, кайфында таза. Көк түсті от, жанып тұра береді өйстіп. Бірақ қасына алған кезде не болады? Басқаша от болып кетеді. Достар, кайф қой не? Мен тағы 4-ші сатыма кеттім. Бір 4-ші қойыңыз. Zaten koştuğun 4-ші 5-ші işlemeye ақ. Бұрынғы олар, жұмыртқадан бір бөле шыққан сияқты. Міне, жұмыртқа мынау шықты. Тағы жұмыртқа. Мынау шықты. Бұл жұмыртқаны қазір көреміз. Осы жұмыртқа шыққан сияқты. Не екенін көреміз. Өй. Мынау айтпақшы, мынау тролль сияқты бірде. Нежирный мир ше. Бір қап-қара портал жасайсыздар ғой сіздер. Сол порталдан шығады мынау. Андай шошқа зомбилердің орнынан алып жүреді. Өртенді. Азан ғой қазір, азан. Өртеніп отыр. Қайтып өртенбей қалды. Достар, көрдіңіздер ме, осындай айналып кетті өзіңіз. Мынау от білесіздер ме? Ана кәдімгі сары отқа қарағанда көп қыпыр жейді, көп жан жейді. Мыналардың қыпалары көп болды, сондықтан өлмей жатыр. Ана затты көрейік біз. Міне достар, осы ше анау тролльдардың ше несі ғой? Аты демек қойшы. Үстіне мініп алатын нелер. Ол выживанияға қойсаң ше, бұлар теседі, өлтіріп тастайды. Мыналары теседі. Бірақ бұларға тиіспей андай. Қара зомби ше, шошқа зомби. Ой, слайм сразу өліп қалды. Бұның қыпысы өте көп болады, бұның қыпысы. Түсінесіз бе? Мынау не ғой, шошқа араласқан сиыр. Шошқа араласқан сиыр. Көрдіңдер ме? Ал мынау шошқа араласқан адам. Ана шошқа араласқан сиыр, мынау шошқа араласқан адам. Достар, көрдіңіздер ме? Жаңадан күшті заттар шықты. Содан кейін тағы заттар шығуы мүмкін, достар, көрейік. Мына заттар бұрынғы заттар ғой. Бұрынғы емес, сәл жаңадан шыққан. Көреміз әлі. Міне достар, мынандай есік шықты, есік шықты. Есік тағы да көреміз қазір, достар. Көрсетіп қойдым сіздерге. Тағы не бар? Тағы ештеңе жоқ сияқты, достар. Үстеп іздеп көре беру. Міне достар, мынау шықты. Мынаны білетін шығарсыздар. Қазір көрсетемін оны сіздерге. Мынандай шықты, мынандай шықты. Сосын мынандай бедрук сияқты мықты. Арбалетті білесіздер, арбалет. Мына щитті де білесіздер, қорғаныс. Достар, осы Майнкрафт тартып алыңыздар. Күшті. Күшті бұл көткіз, осы версиясы. Басында мен осы версиясының атын айтқан тұғымын. Соған қарап, осыны тартып алыңыздар. Жаңадан мынау шықты, мынау шықты. Ойбай, қанша шыққан үш. Көп шықты. Қоңырауды білесіздер. Білмейтіндер болса комментарияға жазып кетіңдер, көрсететін болам. Достар, кнопканың жасыл мен мынау шықтығын көрсетпей қойын. Сосын мынандай жерге қоятын кнопканың сондай шықты. Мынандай шықты. Осының бәрін көрсетемін сіздерге. Әлі үшін. Мынау грипп. Грипп. Мынау да грипп. Екеу грипп. Ал мынау андай сымқаған диска, сымқаған диска.
мынау жаңадан шыққан не шығып басып қойсайшы. Сіз көрдіңіздер ме? Мынау есік, мынау есік. Сосын мынаны білесіздер. Мына бұны өсіру керек өскен кезде. Оған жақындасаңыздар, выживанияда жақындасаңыздар. Не істейді? Жандарыңыз кетеді. Достар, көрдіңіздер ме? Әлі жанып тұр. Жанып тұра береді сөйтіп. Көрсеттім. Айтпақшы, мен сіздерге мынаны көрсеткен жоқпын. Міне. Мынау жалауша ғой, жалаушандай. Осындай адамдардың жалаушасы. Житель сияқтылардың. Достар, осымен біздің видеомыз бітті. Видео ұнаса лайк басып, мына Майнкрафттың версиясын тартып алып, мен каналыма жазылып кетіңіздер. Себебі мен каналымда қазір 2 подписчик. Анау машина ойын көп адамдарға ұнамапты. Жаңа обновление деген шыққан. Соған да лайк басып, мен каналыма жазылып кетіңіздер. Өтінемін, мен каналымда дамысын. Сіздер маған қаншама лайк басып, каналыма жазылсаңыздар, және видеолардың бәрін көрсеңіздер, мен де соншама видео шығара берем. Күшті видео шығара берем осындай. Ал сіздермен бірге болған Мустик KZ. Каналға жазылып, видеоларыма лайк басып кетіңіздер. Пока.